Түркия НАТОға қашан және қалай кірді? Түркия НАТОға кіру үшін әскерін қайда жіберді? 1949 жылы НАТО құрылғаннан бері мүшелікке өтініш бере бастаған Түркия НАТОға қалай кірді? Түркияның НАТО шытырман оқиғасы туралы сізді қызықтыратын барлық ақпарат осы бейнеде. НАТОға кіру арқылы Түркия екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ақш пен КСРО басшылығымен құрылған биполярлық әлемде батыс блогына қосылды. Шекарасында төніп тұрған кеңестік қауіптен қорғануға болатын әскери одаққа қатысқысы келген Түркия НАТОға қашан қосылды? Түркияның НАТОға кіру күні 1952 жылдың 18 ақпаны. 1951 жылы Канаданың астанасы Оттавада өткен НАТО жиналысының нәтижесінде Түркия мен Грекияны НАТОға шақыру туралы шешім қабылданады. Бұл шешім 1952 жылы НАТО тарапынан да бекітіледі. Осы күннен кейін Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінде талқылана бастаған НАТОға мүшелік заңы 1952 жылы 18 ақпанда қабылданып, Түркия сол жылы Лиссабонда өткен НАТО жиналысында толық мүше ретінде қатысады. Сонымен Түркия НАТОға қай президенттің тұсында кірді? Түркия 1952 жылы НАТОның толық мүшесі болғаннан бері Түркия Республикасының президенті Джелал Байар болды. Хронология бойынша оқиға былай. 1949 жылы НАТО құрылғаннан бері Түркия пактке мүше болу үшін мүшелікке бірнеше рет өтініш береді. Түркияның НАТОға кіруге ұмтылуының ең маңызды себебі Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін күшейген кеңестік Ресей қаупі болатын. Сонымен қатар Түркия қарулы күштерін НАТО қару-жарақтарының озық технологиясы мен модернизациялау идеясы да осы сұраныста шешуші рөл атқарды. Түркия НАТОға мүшелікке алғаш рет 1950 жылы 11 мамырда өтініш береді. Бірақ НАТО бұл өтінішті қабылдамады. 1950 жылы тамызда билікке келген демократиялық партия үкіметі де НАТОға мүшелікті талап етуді жалғастырады. Бірақ өтініштер қайтадан қабылданбайды. Түркия НАТОға мүше болу үшін әскерін қайда жіберді деген сұрақ негізгі сұрағымыздың жауабы болады. 1950 жылы Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея арасындағы соғыста Түркия ақштан кейін Кореяға әскер жіберген екінші ел болады. Түркияның Кореяға жіберген 4500 әскерінің соғысы, оның ұрыс даласындағы қол жеткізген табыстары батыс блокта Түркияға деген оң көзқарастарының қалыптасуына айтарлықтай әсер етеді. Кореядағы әскери жетістіктермен қатар кеңестік Ресейдің бақылауындағы Балқан елдерінің жылдам қарулануы НАТО ішінде әскери пактының шығыс қанатының да күшейтілуі керек деген идеялардың пайда болуына әкеледі. Осы оқиғалардан кейін 1951 жылы Канадада өткен НАТО жиналысында Түркия мен Грекияны НАТОға қосу идеясы талқылана бастайды. Бұл екі елге шақыру жіберу туралы шешім қабылданады, және бұл НАТОға мүшелікке шақыру туралы шешім НАТО тарапынан 1952 жылы бекітіледі. Түркия Ұлы ұлттық мәжілісінің 1952 жылы 18 ақпанда НАТОға мүшелік заңын бекітуімен Түркия Республикасы НАТОға толыққанды мүше ретінде ресми түрде қосылады. НАТОға қосылу арқылы Түркия не ұтты? Кеңестік Ресейден төнген қауіпті жойып, кеңес үкіметіне қарсы жалғыздықтан құтылды. Сонымен қатар НАТОға мүшеліктен кейін Түркияға көптеген америкалық әскери және азаматтық сарапшылар келді. Түрік армиясы НАТО қаруларымен жаңартылды. Екі жақты келісімдер бойынша Түркияда көптеген НАТО базалары салынды. Бүгінде НАТО одақтастары арасында пактіге ең көп үлес қосқан Түркия НАТОға көптеген салада көмектесіп отыр. Мысалы, 1990 жылғы Парсы шығанағы соғысы, 1992 жылғы Босния соғысы, 1998 жылғы Косово соғысы және 2001 жылы Ауғанстан соғысы кезінде Түркияның НАТОға қосқан үлесі әжептәуір салмақты.